Ойбай, неткен күшті ауыл. Ой, ма дегім келеді. Ма. Өте әдемі, көркем әдемі ауыл. Просто бесік қойыңыз. Ой, кешіріңдер достар, мен сенің мына кешіріңдер. Қазір дайын болыңдар, қазір эпический момент болады достар. Жарайды. Әзірлейік. Ой достар, я. Бәріне сәлем, сырмен қызықты васенчиктар арналарын. Және мен скимді ауыстырып, просто мен сендерге қазір бәрін дұрыстап түсіндіремін. Так, алдымен мен үйге кіріп алайын, және бір шаруаны тындырайын. Көріп тұрғандарында мен басқа аудамын, сендер айтасыңдар, неге сене выживание жасайсың ба деп, я? Не құлаға кетті. Мен онда айтамын неге екен. Қоңырау соғай. Барлық тұрғандар үйлеріне бару қажет. Так, смирныйға қойып. Мен сложно қойып тастадым просто. Мирно бәрі дауды жүре алады. Мен де тамақты қалаған жасауға аламын жүреді. Мен бұл жерде кішкентай осындай миленький әдемі үйде тұрам. Тұрғын. Пішол бар. Кет, бұл менің үйім. Сен мойсысың ба, бұл менің үйім. Мен оны білесің ба? Бір стак изумрудқа сатып алдым осыны кішкентай үйді. Бар. Құлтайыншы есікті мен. Құлтадым бұл. Ешкім кірмейді. Ай. Отауға тұрайық. Опа, болды достар. Енді мен әңгімемді жайлап айтып бере аламын. Мәселе бұлай достар. Мен ауылымнан кәдімгі тыныштық болғанда рейдерлер шабуылдады. Я, мен ол кезде шахтаға кетіп қалғанмын. Ал тұрғындар болса сырттан болды. Сондықтан рейдерлер олардың жартысын өлтірді. Почти что жартысын өлтірді. Кейме далаға шыққанда бәрін өлтіре салдым просто. Көрінен қылшықты біраз салған. Я достар. Естіп тұрсыңдар ма? Звугын қосайын қазір қайтадан. Жарайды, болды қояйыншы, мен бір ойнап кеттім ғой өзімде. Сол кезде мен шыққанда, мен олардың бәрін өлтіргенде, тұрғындардың барлық үйлері ограблені болды. Мен де болса өзіме бірге көріп тұрғандардың арасында шама зат болды. Сондықтан мен олардың тағда менде 2 стакынан болған, мен соның бәріне 3-4 нандай бердім. Тұрғын біраз жетті әрине, бірақ кейбірлеріне жетпеді. Оларға мен біраз етті әкелдім. Өлтіріп жануарларды. Угілді шахтадан тапқан соның бәрін плавить етіп тұрғандарға көмектестім. Сондықтан мен біраз ақша тауып қайтадан өзім алдымда развивация ету үшін мен өзіме осылай басқа ауылға келдім, жұмысшы. Мен ауылды қорғаймын. То есть фермер негізінде болғым қажет, бірақ мен ауылды қорғағым келді. Неше түрлі мобтан, құбыжықтан, әртүрлі қанға, зомби, пауықтардан қорғайын дедім. Достар, бұл мен әңгімем. Легкоға қоям. Мирно тұрғын. Жарайды, достар, выживанияны ауыстыруға болмайды. Ол читерство, достар. Кеткен деше. Менде пока что сундук жоқ. Маған сундук, печка, версак соның бәрі керек болды. Мен мына жерде ақша, тамақ соның бәрін түсіме алып қалдым біраз. Сөйтіп мен бәрін дайындаймын. Кейін өзім ауыма апарам, бәрі тұрғындар қуансын деп. Мен абырып қалдым, бірақ сендер үшін мен видео түсірем, бәрі видео түсірем. Сендер мүмкіндіктерін түспесіңдер деп, бәріне қызық болсын деп видео түсірем. Ал қазір болса мен далада қандай бұзақылар бар екен көруім қажет. Пока ешкім көрмей тұрғанда, потихоньку келемде бәрін жинап. Вот.
барса менде жоқ қой. Көзім көрмейді. Енді қылыш табамын да, достар, қараңдар. 1, 2, 3. Ойбай, достар. Шығып кеттім мен. Кешіріңдер. Бассыздық үшін, достар. Бүгінгі видео онша емес болып жатыр ғой менде. Так, вот, бәрі дайын, достар. Бәрі ок. Просто ок. Менде бар біраз тұрғындарға апаратын тамақ енді. Өйткені олар, шын айтам, достар, олар өте қатты. Қарындары ашып отыр. Біраз семенаны отырғызу үшін де алып барам. Фермер керек жоқ, мен бәрін қайтадан өсіріп жатырмын. Мен ауылымда жай ғана бір проблем болып тұр. Тұрғын кәші мен естімейді. Қазір костная мука болады. Сөйтіп мен тез өсірем өсімдіктердің бәрін. Достар, тұрғын айтам ба, кімге ұқсайды? Химикқа. Костная мука химия сияқты Майнкрафтта. Сол мен қолданады ұрыстасы. Осы үшін комментарияға тұрғынға қандай жаза қолдану қажет деген жазды. Жарайды, әзіл болды. Біз болса кеттік. Менде топор болған жоқ, кирка бар. Көп тұрғандарындай. Так. Қолмен ағаш сылдыруға тура келді. Жоқ, біздің үйлеріміз қазір қирайды. Тұрғындар, қорықпаңдар, спокойствие. Мен сендердің үйлеріңді сындырмаймын. Каменді сол тұрғындардың бәріне бере салып, печка жасауға. Соның бәрі кетіп қалды. Енді бұл маңайдан ағаш табу қазір қиын болды. Әне бір ағаш, достар, кеттік соны табып кетеміз. Бізге керек болады. Достар, шашады ма реклама? Шашады мен рекламалар, шын айтам, достар. Рекламаны просто жек көрем ғой. Так, ағашты добыть етеміз, достар, и просто жүреміз әрбірді. Түнге дейін маған көп заттар табу қажет. Уже көріп тұрғандардың айтын біраз батты. Сондықтан тез мен өзіме, шын айтсам, мен үйімде факел бар, ол өте қатты жылытады. Мен сезіп тұрмын жылуды. Сондықтан маған ешқандай печка деген керек емес. Маған жай верстакпен сандық жетеді болды. Ох, қандай әдемі жер, шын айтам, достар, маған ұнады. Сендер лайкты басып, оценить етсеңдер болады. Ох, қандай күшті жер. Кеттік жүгіреміз, тез. Мына жолмен барайық өзіміздің үйімізге. Вот, мен келіп өзім әдемі гүлдерімді. Ой, гүлдерге басып жатырмын, достар. Вот, да. Ну не. Трамбовый газ. Енді бізге не қажеті? Верстакты қоямыз. Оған не етеміз? Сундук крафтить етеміз. Ой, екі сундукты жасап жүрген жерде ештеңе. Олай қоямыз. Ішіне заттарды саламыз. Бұл трамбовая грязь сияқты. Болды. Так, мына бізге қазір керек болады. Және тамақ тоже біраз алайын жарайды. Мынаны. Мынау да керек болады. Бұл щиттің орнына алайын. Егер уақыт болса мен оның бәрін былай қоямын. Так. Біз қазір заттарды орнымен ауыстырамыз біраз. Я, былай болды. Ыңғайлы бәрі, супер ыңғайлы. Ал далаға шығайық ендеше. Бүгін, достар, көріп тұрғандарында бұл видеоны мен тұрғындарды неше түрлі зомбактардан қорғаймын, достар. Сондықтан бізге жақсы дайындалу қажет. Пока что мен осы ауылдың тарихын біліп алайын. Мысалы, бір тұрғын табайық. Мен бір тұрғынға барғым келеді. Міне мына тұрғын тарихшыға ұқсайды. Жоқ,
жоқ, костюм қажет жоқ. Қатты қармашқанды. О, мынау гүлдер теріп жатқан. Тұрғын, тоқта. Сен маған осы аудың тарихын айтып бере аласың ба? Кейінірек бола ма, пожалуйста? Жоқ, тұрғын, болмайды. Қазір айт. Көрермендер сені күтіп тұр. Ой, жарайды. Айт, енді. Мен сен бетіне қарап тұрайын. Ой, кешір өтінем, тұрғын. Ой, кешір. Кешір, тұрғын. Қасан сосын мен аларында қайтарайын. Міне. Айтып бересің ба енді бұл ауылдың тарихын бізге? Міне ал. Жарайды, сен кешірін айтам. Бұл тұрғын әрине біраз тұрған сияқты. Жарайды. Бұл ауылдың тарихын сендер естісін деп айтқанмын. А так мен өзім білемін. Сұрадым өзім ауылдың тұрғындарынан. Олар ғой маған осы ауылды предложить етті баруға. Жұмыс істеуге. Не деймін, просто күшті. Тауға шықпағаныма көп болды. Ойбай, достар. Шын өмірде мен бұлай шықпас едім. Мен бір рет Бутаковский деген жерге бардым. Маған достар тоже. Барсадар болады. Өте қызық болды. Ол жерде жабайы малиналарды көрдім. Жерін бірақ дәмін көрмедім, өйткені ол кір ғой. Ол жерге бір аю көтенін сүртіп отырмыз. Иә. Әбден мүмкін. Түн батып бара жатыр, біз уже үйге баруымыз қажетпіз. Ауылды қорғауымыз қажетпіз, достар. Ай, мен просто так, достар. Просто так өзім бронямды. Қорққан жоқпын. Тез мұны мақталай. Үйге барып бәрін артық заттарды салып тастау қажет. Тым расслабился, достар, дегеніміз. Қазір нағыз қобалжу болады. Менде главное осы ауылда спабын бар. Ничего страшного, если что. Бәрі нормально болады. Тез. Туф, тұрғын мен шаршатты уже. Тұрғын, баршы. Туф, реклама сен кедергі жасап жатсың. Бәрін салайын, керек емес заттарды. Маған қатты көп керек болмайтын шығар, зачарованный яблоко, бірақ. Мұнан керек болмайды ғой. Примерно 9 жерде. Үйде қазір бәрін жақсылап тамақтанып алайын. То есть мұнан емес, мұнан. Шедевр. Гүлжан апайдың тамағы просто шедевр. Ойбай. Олар, кажется, совсем ғой бір мыссыз бәлелер. Қазір сыр 1, 2, 3. Экшен басталды. Ой, голем, көмектес. Жоқ. Өлтірмеңдер. Мен Майнкрафт өте көп ойнамадым, сөйтіп біраз үйренуден қалып қалдым. Келіңдер. Не? Күресе алмай қалдыңдар ма? Ауч. Құласың ба не? Достар, болды. Бірақ тұрғанда аман алып қала алмадым. Өте жайлы. Уже бір тұр. Бұл ауда. Голем, давай, жарайсың. Мен саған көмектесемін. Сен принципе өзің екі уроннан. Голем, мына жерде қанқалар жүр. В принципе, қанқалардың өлтіруін қажет жоқ. Зомбилар өлтіру қажет. Тағы да бір нәрсе қалды. Клипермен
Крипердің кесірінен бір тұрғын ең жарқын келмейді достар. Өздерің түсінесіңдер ғой. Тұрғындарға ауыр болады дегендей. Дейтін сияқты маған. Білейін. Не істеймін, ойлан. Ана, в принципе, басты қатырмай просто мына үйге кіре сал. Маған біраз демалу қажет. Тамақ бар ма? Жоқ, керек емес. Бәрін сақса, артық қызықтар. Біраз ұйқы болып тұрам. Шықаңдар, зомбилар. Шықаңдар. О, криперді көріп тұрмын. Түк тимеді. Тағы да жаңбыр қосылды. Вот, отравление. Макс. Достар, көріп тұрғандарда мен Майнкрафт өте көп ойнамадым уже. Вот зомбиларды вот отравлять етпейді. Почему? Вот, достар. Мен, кстати, Майнкрафт өте көп ойнамадым. Сондықтан біраз үйренді. Мирдан қосу читерді. Біраз мен көрсетейін. Ауылды қорғау қажет қой енді біраз тоже. Сол кезде мен вот. Күтемін. Тұрғындар келсін шетіне. Қорқып барам. Тұрғындарға шошып кеткен шығар. Еще плюс рейд қосылды ма деп. Осындай дауыстар рейд басталғанда болады. Кезде козерогты мен аванпосттан таптым, бірақ аванпост қайда екенін есімде жоқ. Заттар мен қорқытады жүреді. Бір призрак сияқтымын ғой, аяғым көрінбейді. Өзім аяғым. Тұрған қорықпа. Изумруттар, келіңдер. Изумруттар. Изумруд туралы ойлайды достар. Изумруд. Түнде зомбилар, қаңқалар, криперлер жүргенде ол мисыз изумруд туралы ойлайды достар. Ойландаршы, сені өлтіре жаздайды. Голем, сан не болған? Голем, сан железо қажет, менде железо жоқ. Давай, батам барам, будум, колдуйся железо. Жоқ. Кәз, жоқ, барма, кәз крипер жарылады. Крипер маған келе жатқандай ғой достар. Бұл не шыдай алмайын достар. Крипер жоқ. Жарайды достар, бәріне сау болыңыздар, мен қызықты болдым. Бәріне қош бол, приятного просмотра. Осы видео қарауға. Бәріне сау бол, мен тесеймін барайын. Я білем, мен чит қолданғанымды. Просто мирді осы үйге қашып жатыр. Бәріне сау бол, мен сені қызықтырайын болдым. Енді бөлді. Ойбай, опа! Ай, аяғым, бұтым. Вот, сау бол.